шақаныммен қолымның ала бере сал. Тәттім исің сондай, тәтті балдай, тынысымды ашқандай, сезім қандай алған бауырай. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, құрметті телекөрермендер. Мұнайлы аудандық орталық мәдениет үйінің ұйымдастыруымен 1 маусым балаларды қорғау күніне арналған арнайы телешығарымды сіздердің назарларыңызға ұсынғалы отырмыз. Барша балаларды 1 маусым мерекелеріңіз үшін жүректен құттықтаймыз. Әрқашан аман болыңыздар. Бүгін сіздерді құрметтеріңізге арнайы шығарым жасап отырмыз. Мұнайлы ауданының тұрғындары, жас өнерпаздар Серік Меруерт мұсағызы, Серік Диас мұсағалы сіздердің назарларыңызға бүгін әдемі қара өлеңді оқып бергісі келіп отыр. Құрметті студия қонақтары Диас және Меруерт, бүгінгі студиямызға қош келдіңіздер. Енді сіздердің қара өлеңге жақын екендеріңізді естіп біліп жатырмыз. Ұлдың жолы ұлы жол, қыздың жолы жіңішке дейді. Бірінші ол Диас бастасын, шығарманың аты Ақ мамам да? Ел жатқанды жатпаған, мен деп тыным таппаған, бақыты үшін баланың аман тұрып жүр ақ мамам. Күнім деген күндерің, күн мейірімін сезіммен, бұл жалқанда балаға жақынданды өзіне, қуат беріп ұшағың, қанат бітіп ұшам, көрсетемін алып келіп, есітемін алып келіп, елдің құсарын, есітемін алып келіп, елдің құсарын, көрсетемін күндерде, жарық қылар түндерде, өз үстіне сыйлаймын жұрт көрмеген күндерді. Ой, бәрекелді. Міне тіршіліктің бастауы әрқашан анадан екенін бәрімізге ақиқат нәрсе. Әрқашан аналарымыз аман болсын. Енді кезекте апасы 13-ші мектеп гимназияның 3-ші сынып оқушысы Меруерт қарындасымыздан да жақсы бір шығарма сұраймыз. Қош келдіңіз. Рахмет. Мақтанышым Астана. Алтын арқа даласы, есіл жасыл даласы, қанат жайып құлпырған, аспаны ашық қаласы. Болашаққа бастаған, шарқылдайды асқаған, елордасы отанның, мақтанышым Астанам. Қылыс еңбек қайнаған, ғимараттар ғажайып, шоқтығындай байдалам. Батыс шығыс зергері, үйлескендей өрнегі. Астана алып көрмесі, әсем сәуле түнері. Ой, бәрекелді. Осы сіздердің бойларыңыз талантты, өнерлі сіңірген әулет аналарға, ата-аналарыңызға рахметімізді айтамыз. Және Меруерт қарындасымыздан бір жақсы бір ән сұрайық. Осы мерекеге орай барша балаларды өмірге алып келген әке аналарға арнап бір тамаша өлеңді арнайы біздің көрермендерімізге. Әке ана, жанашырым ана, дарасылым ана, парасылым ана, шуағымсың, бағбанымсың әке, зор бағымсың әке, қорғанымсың әке, шынарымсың ана. Аяулым өзіме мақтанамын ана, мен сені меккеге апарамын ана. Балаңның қолдаған бақталабын, шуағымсың әке. Бір жылғы сөзіңе шаттанамын әке. Мен сені меккеге апарамын әке. Балаңның қолдаған бақталабын, шынарымсың әке. Ой, рахмет сіздердің қошеметтеріңізбен. Ал ардақты ағайындар, барша телекөрермендер, бүгінгі біздің студиямыздың қонақтары Меруерт қарындасымызға, Диас інімізге шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Жүрек қосақтарыңыздағы арман тілектеріңіз орындалып, ата-аналарыңыздың көз қуанышы болыңыздар. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Осындай бізге жақсы сәтті туындатып отқан Мұса ағамызға және Ақкүріш
апамызға, жеңгемізге баршаңыздың атынан алғысымызды білдіреміз. Тағы да береке құтты болсын. Мұнайлы ауданының мәдениет үйінің ұжымдарына рахметімді айтам. Алғысым шексіз менің балдарымды келіп атқандарына. Осы қасиетті ораза айында 1 маусым балалар мерекесінде құттықтаймын. Балалардың дені сау болсын. Дені сау болсын, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын.